Сәлем көрермендер. Кешкі асқа тез дайын болатын картофельный пюре подливасымен дайындаймыз. Ол үшін мына картошканы жуып тазалап, етке бөлеміз, үстіне су құямыз да кішкене тұз салып жібересіздер, сосын отқа қойып пісіреміз. Подливасын тек бір түйір жуа, бір түйір сәбізден дайындаймыз. Ешқандай ет, жаңағы фарш, сосиска, ешнәрсе қоспаймыз. Енді болады ғой кейбір жағдайларда бір жерге барған кезде кешігіп, жаңағы жұмыстан келген кезде, я болмаса бір жиналыстан келген кезде уақыт тез болып қалады кешкі ас дайындауға. Сол кезде тез дайын болатын, я болмаса етті жаңағы мұздатқыштан шығармай кететін уақыт болады, қатып тұрады. Сол кезде етсіз дайындалатын жаңағы подлива. Енді жуаны тураған кезде осындай ұзын шағып және төрт піштеп турайсыздар. Подлива тез қуырылады, сосын әдемі болады да подлива. Содан соң бір түйір сәбізді теркіден өткізіп аламыз. Осындай ұзын шалап. Міне осындай болып өтеді. Енді тапаны отқа қыздырамыз, үстіне май және жуасын саламыз да қуырамыз. Шамалы қуырып аласыздар, сосын үстіне дайын тұрған жаңағы теркіден өткен сәбізімізді қосамыз. Осы екеуін қосамыз да тағы араластырамыз. Сол кезде астындағы отты баяулатамыз шамалы. Бұл енді шамалы 15 минуттай жаймен отта қуырылу керек. Сосын дәмдеуіште қосып жібереміз. Әй жерде менде кептірілген петрушка, укроп, сосын бір шай қасық қант, бір шай қасық тұз, сосын кішкене ғана қара бұрыш салам. Енді бұл жерде сіздер чеснок қоссаңыздар да болады, паприка қоссаңыздар да болады, кішкене қызыл бұрыш қоссаңыздар да болады. Енді оны өздеріңіз білесіздер, қалай дайындасаңыздар да. Енді осыны бір 15 минуттай қуырылады ғой. Содан соң бір ас қасық томатты суға араластырып, сұйықтау қылып, тағы осы подливаға құйып қуырып жібереміз. 5 минуттай қуырылады. Содан соң үстіне бір кесе су құямыз. Енді ол суды әзірше мен бір кесе суды құяйын деп тұрмын. Енді көресіздер ғой, алдағы уақытта су аздау болып жатса, су аздау екен деп тағы да құйып жібересіздер. Сосын осы жерде тұздың жаңағы менің дәмін көресіздер. Аздау болса тұз, қант қосуларыңызға болады. Міне картошкамыз пісіп, дайын тұр, суы сарқылып. Енді осыны ыдысқа саламыз да еземіз, кішкене тұз салып жібереміз тағы да. Осыны әбден езіп алғаннан кейін үстіне сүт құямыз. Бір кесе сүт, дүкеннің сүті болса да болады, қолдың сүті болса болады. Ешқандай май қоспаймын. Осыны әбден езіп аламыз. Міне осындай әдемі болып дайын болды пюреміз. Осыны енді тарелкаге орналастырамыз. Әдемі домалақ қылып, әдемілеп саласыздар ғой. Ортасын шамалы шұңғылдау қылып. Бұл ортасына біз дайын болған подливамызды салып қоямыз. Құрметті көрермендерім, осылай кешкі асқа тез осындай картофельный пюре подливамен дайындап көріңіздер. Өте керемет болады және кешке асқазандарыңызға да жеңіл болады. Міне енді подливамыз дайын. Осыны үстіне құямыз. Ортасына әдемілеп. Көрермендерім, ұнаса лайк басыңыздар. Ұнап жатса каналыма тіркеліңіздер. Дайын болды. Енді үстіне кішкене укроп сеуіп жібереміз. Свежий укроп. Міне. Құрметті көрермендерім, астарыңыз дәмді болсын. Көріскенше сау болыңыздар.